Сау саламатсыздар ма қымбаттыларым, бүгінгі таңда жазылған өлеңімді оқып берейін. Әлемде бар ма сыйлы ұлт, қонақжай болған әр кезде, үлкенді сыйлап қадірлеп, сәлемін салған салтымен. Ата-ана қадірін балаң білсе дұрыста, ата ғұрып салт дәстүрмен сыйлай білсе дұрыста. Сыйластық болар биікте, отбасы болса бірлікте, сабырлық пен сәттілік бақ қондырар басыңа. Қазағым білген сыйлауды, қонағын төрге қондырған, дастархан жайып күтіп ап, сыйлығын беріп қуантқан. Салт дәстүрді сақтай біл, данықты болар дәрежең, ана тілді аялап, ұрпаққа қалар аманат. Сау саламатта болыңыздар. Күндеріңіз сәтті, әдемі күндердің бірі болсын. Өмірлеріңіз әдемі, күз айындай алтын күздей, бақытты, бақ-дәулетті, әдемі, сұлуын шашқан өмірге алтын күздей әдемі күндеріңіз көп болсын. Дастархандарыңыз мол болсын, өмірлеріңізде тек молшылық болсын. Қазағым дамып, ең дамыған 10 елдің қатарына кірген қазақ елінде өмір сүруімізді Алла нәсіп етсін. Әр таңда тұрғанда еліміз аман, жеріміз аман, бейбіт күн болсын деп тілек айтуды ұмытпаңыз. Себебі бейбітшілік, еліңде болған бейбітшілік, ол сенің отбасыңда болған бейбітшілік. Сенің ұлың қасыңда, сенің жолдасың қасыңда, үйіңде бейбітшілік, отбасыңда бейбітшілік, халқыңда бейбітшілік және әлемде бейбітшілік болсын. Сау саламатта болыңыздар.